кейбір пендені жаратушымыз жақсы көреді екен. Сол жаратушымыздың пендені жақсы көргендігінің өзіндік белгілері бар. Мысалы, Алла бізді жақсы көретін болса, біздерді өзінің разы болмайтын арам жерлерден ұзақ етіп, көңілімізге арамды жек көретін сезімді салып қояды екен. Хадис құдсиде Алла тағала: мен құлымды жақсы көріп қаламын. Егер жақсы көріп қалсам, оның еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы, жүретін аяғы боламын деп айтады екен. Енді бұл сөздердің мағынасына назар аударсақ, оның еститін құлағы боламын деуі, яғни ол пендем тек мен жақсы көретін нәрсені ғана еститін болады. Көретін көзі боламын деп айтуы, ол пендем мен разы болатын нәрсеге ғана көз салуы болса, ұстайтын қолы боламын деуі, яғни қолдарын тек Алла разы болатын істерге ғана пайдаланады екен. Жүретін аяғы боламын деуі, яғни адамның тек Алла жақсы көретін жерге ғана бару екен. Демек, арам нәрсеге қарап қоюдан өзімізді тыятын болсақ, жаратушымыздың бізді жақсы көретіндігінің белгісі екен.